Әл-Маруа Алла Тағаланың қонақтарына жүйелі әрі сапалы қызмет көрсету біз үшін үлкен абырой. Ассаламу алейкум ағайындар. Аллах субхана ва тағала баршаларыңыздың өмірлеріңізді ұзақ, тендеріңізді сау қылсын. Мынау істеп жатқан амалдарыңызды Аллах субхана ва тағала екі дүние жемісіне берсін. Аллах субхана ва тағала Құр'ан-ы Кәрімде «Ва ақимус сала ва атуз закат» дейді. Намаздарыңды тұрғызыңдар, зекеттеріңді беріңдер дейді. Бұл зекет беру фарыз бұл. Зекетті бұл пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ойлап шығарған жоқ. Мұсылмандар ойлап шығарған жоқ. Бәлкім Аллаху субхана ва тағала зекетті парыз қылды кімдерге? Байлар үшін. Жаңа Әлімжан бауырымыз өте бір жақсы айтып кетті. Біз қанша зекет жайында айтамыз. Былай айтқанда біз қарыздан құтыламыз. Айтып, яғни сол байлар ертең қияметте сол зекетіні бергендігі үшін өте үлкен масқаралықтан құтылады біріншіден. Себебі зекетін бермеген байлардың құйрығына пешаттар ұрылады дейді. Мұны білесіздер ме? Мен деген шауып тұрған аттың жамбасына белгі қояды. Сонда жаңағы аттың шыңғырғанын естісіздер ме, көргесіздер ме? Адамзаттың ертең зекетін бермеген байлардың құйрығына сондай печаттар қойылады. Сол азаптан аманда болады. Зекетті беру менен осы дүниенің өзінде ол өмір бақи кедейлікті көрмейді. Ол өмір бақи банкрот болмайды ол. Зекетті берудің ең үлкен бір хикметтері осы. Мынау Қырғызстанда Созақ деген жер бар. Сол жерде бір екі жігіт жайында айтып береді. Біреуі Мұхаммед Шариф деген жігіт. Бұл жігіт өте бір бай жігіт. Бұл сондай зекетін береді. Мініп жүрген машинасынан да зекет береді. Негізінде мініп жүрген машинадан берілмейді өз негізінде. Бірақ ол мініп жүрген машинасынан, үйінде ілініп тұрған кілемінен де зекетін беріп жүреді. Осы кісінің көршісі болады, ол коммунист. Сонда бір құдай ұрған адам, бұның үстінен жаза береді, бұл вахабист, бұл анандай, бұған Арабстаннан ақша келеді дегеніне, бізде де болып атқан сонда бір өсек әңгімелерді айтады. Және де сол жерде бір Абдуллах деген жігіт болады. Бұл жігітті өте бір бизнесмен жігіт. Бір күні әкесімен келе жатса, қараса мешіт бітпеген. Әке, мына мешіт неге бітпеген десе, балам қаражат жетпей қалды дейді. Онда әке бұның қаражатын бәрін не қылайықта, есептейікті осы айтқа жақсылап тұрып, осыны бітіріп кірейік. Әкесі өте қуанып кетіп, жаңағы мешітті бүтін қаражатын бәрін беріп, бітіріп, айт намазын сол жерде оқиды. Және де шығып атқан адамдарға менің садақа бітірім деп, сол мешітке келген бүтін адамдардың барлығына 1000 сом. 1000 сом ол уақытта $100 еді. Ол уақытта $100 еді. 93 жылдары. 93-94 жылдары. Содан сол ауылға өте үлкен бір сел келеді де, сел бүтін елді, бүтін бәрін жойып кетеді, қырып кетеді. Үлкен үйлерді, үлкен жерлердің бәрін опырып кетеді де, бірақ Мұхаммед Шарифтің үйіменен жаңағы Абдулланың қорасына су кірмейді. Сонда жаңағы коммунист шығып алып айтады дейді. Мен Мұхаммед Шарифтің құдайына сендім.
Bunun avulasına, korasına su kirmeyi, bunu zekete alıp kaldı degen ekan da. Ana Abdullah'ını kişiye aytta bergen sadaka pitiri alıp kaldı. Yekevinin üyüne gana su kirmegen korasına. Zekat sonda nerse ağayındır. Bu elhamdülillah bizden yerimiz Müslüman yeli, halkımız Müslüman halkı. Zekatın berip atkan köpten köp azamatlar var. Onların içinde ayıl kişileri de var. Men olsa vağızda da aytıp etip ettim, bir cesur ayelden 7 milyon tenge zekat bergenin. Men cesurman, jetimman, biroq men bilan zekatimni beraman deganda men siz to'xtab turingiz. Zekatni birinchi jetimga beradi, jesurga beradi. Siz qalay bizga berayin deyapsiz. Degan vaqtimda bu mening shukrchilik zekatim. Baldarim alhamdulillah aman, alhamdulillah namasan, alhamdulillah mağan bo'ysunatın baldar bo'ldi. Men baldarıma to'y qilgan jo'qman. Men baldarımni uylantirib, yaxshilab tamoq berdim-da, baldarım to'yga ketadigan narsani jetimga berek, jesurlarga berek, kim adamlarga berek deb ta'lim berganman. Mana biz zekatimizda qabul qilamiz degan ayellarda bo'ldi. Al-Marwa Alloh taolaning qo'noqlarına jiyli әрі сапалы xizmat ko'rsatuv biz uchun ulkan obro'y. Qozoqda bir maqol bor qo'y. Ber desa subhan, berib salar sultan. Berme desa subhan, nesin berer sultan. Ne bir baylar var, şerivatkan baylar var. Kazinoga aşı nafar tastab ketib atkan. Şeyh Süleyman bu hozirgi vaqtda Saudiya Arabistonda jasab atgan o'ta kartayib qolgan kariya adamning o'qigasini aytib berayin. Bu kishi aytadi, biz o'ta kediy ömür süretini edik, o'ta kediy edik deydi. Bir kuni mektepte muallim aytdi, erteng 1 riyaldan alıp kelingler, erteng olsa aynalığa chiqamiz, ekskursiyaga chiqamiz. Sodan uyga bardim, aka-shesheme aytdim, aka-sheshem yo'q, 1 riyal. Tuni men jilab chiqdim. Xudaydan so'rab chiqdim. Biroq yo'q. Barsam baldan bari jinob qolgan ekan, men jaylan bardim. Biroq bizning ustozimiz o'ta ziyrak adam ekan. Ey Süleyman ber kel deb aytdi-da, men chaqirdim, oldina keldim. Endi betavzim isib ketgan shigar jilagandigimdan. Sodan mağan bir so'roq qo'ydi. Onu barlig'i biletin. Sonday bir o'ng'ay so'roq berdim. O so'roqni men aytib edim, xaltasidan 1 riyal chiqardi. "Oh, mana sening siylig'ing" deb mağan berdi. Bilasizmi, men o кезде qanday quvondim? Men qanday quvonib ketdim sol кезде. Sondan endi olib kelana 1 riyalni deb aytdi deydi. Сөйтіп мен рiyalni 1 riyalni berdim-da, so'men ekskursiya bo'lib ayni olib keldik. Quvonishimda chek yo'q. Vaqtning o'tuvi menen mektep bitdi. Jo'g'ari o'quvlarga tushdik. Men boy bo'ldim, o'ta bir davlatli bo'ldim. Alhamdulillah. Bir kuni o'zim bir uyda bir suratlar jatgan ekan, sol suratlarda ashib qarab o'tirsam, bayağı sol 1-chi klassda ustozimiz bilan tushgan suratimiz bor ekan. Birden esime жаңағы ustozim tushdi. Meni sonda bir quvongan. Sodan arjaqa zvandab, berjaqa zvandab жаңағы adam topdim. Ol ustoz o'zi Palestinalik ekan. Sodan o kishi o'sha pensiyaga chiqqan, qartayib qolgan ekan, izlab bordim. Izlab borib o'tirib, söylesib o'tirdim. Olmagan kudukmen qarab, qo'rquvmen qarab o'tirib, bu kim ekan, bu meni ne uchun izlab keldi ekan deb bir qo'rqinchмен qarab o'tirib, men tanisizmi deb so'radim. Сөйтіп edim, yo'q, tanimayman dedi. Sizning bir Süleyman degan bir shogirdingiz bor edi, tanisizmi dedim. Yo'q, tanimayman dedi. Esingizdan chiqardingizmi? 1 riyal esingizdami? Yo'q, kechirasiz, balam, esimdan chiqdi. Endi karilik qo'yindi degan. Yo'q, ustasiz, renjimingiz. Men sizning Süleyman degan shogirdingizman. O'sinda voqea bo'lgan edi. Sol 1 riyaldan men sizga qarz bo'lib qolib edim, sol qarzimni olib keldim deb edim.
Sen bayağı Süleymensin be deb aytdı, esine keldi. Men bolsa 1 riyaldı sizge alıp geldim. Biroq buni bu жерде bermeymin. Çürüngüz men sizde sol başka жерде aparım. Sen öz qaydan geldin? Men Riyaddan geldim. Riyaddan keledim bolsang sonça 1 riyaldı berүү üçün 1000 riyal sarıp kılıp geldin be. İsraf qayda deb aytdı deydi. Meylen jüre berseň işte bu kişini maşinaga mingizip alıp janağı öte ülken bir kotejde körsetdim de muna boladyma deb aytdım. Hey, maskarası deb atsyma men maskara kılıp atsamba? Jok maskara kılıp atkan. Hey, men sagan 1 riyal bersem, muna boy neçe milyon riyal turat. Sodan ademi maşina turup körsetdim. Muna maşina sizge boladyma deb aytdım. Sonda janağı ustaz jilaj berdi deydi. Ustaz, siz kuangandan jilap atsız goy, biroq sizin kuanganınız menin kuanganımın aldında işten emes edi. Men ali jüregi açılmagan, ali közü körmegen, kedeylikten bası çıkpagan, karnı toyup awkat jemegen balanın kuanışınday kuanış emes. Men sizge ölüngenimşe qarızmın. Men sizin şötünüzü açıp koydum. Ne gerek bolsa inşallah alınız. Sonda bir kuvanıp ketip bara jatkany wagtynda ey Süleyman deyip tokta deydi. Süleyman toktap turat. Biroq Süleyman da zorga turat. Anakisinin kuvangan jasyn körgende Süleyman da özün istey almaydı. Zorga turat. Ayta beriňiz de jok magan qara deydi. Jaylap qaraydı. Rabbana taqabbal minna innaka entes semiul alim. Ve tub aleyna ya Mevlana innaka entet tevvabur rahim. Allah subhanahu ve taala senin bütün amanыңды kabul kılsın. Biroq maga mınan da üy berip jetimler, kedeyler üysiz aç kalıp kalmasın. Men senden razımın. Osu üyde satıp sonun akşasına kança kedeylerge üy apersen karnın toygursan dedi. Sonda olarda da isteyimiz inşallah. Dedim de borulup kettim. Sodan şu taşında o kişinin so derecede bir jomartlığından ol kedey et. Biroq ol jomart et. Özünün üyün alıp tastap kedeylerge üy sap berse iş dep atar. Men ol kişinin atından 100 kedeyge üy aperdim. 100 kedeyge üy aperdim. O kişinin özünün atından 10 meşit açtım. O kişinin özünün tikili balaşagasını jetip turatan şötarın açıp koydum. Ben Allah'tan sorayım. Allah'ım menin dünyada bergen malımdı magan osu dünyada kaytarmaya koş, magan ahirete kaldırış dedi. 2014-yılı bilesizler, bütün televizyon, bütün radyo, bütün gazete, jurnal şıngırış verdi. Ol kişi 8 milyard doların jetimjesizligi taratışıp bere saldı. 8 milyard dolarını jetimjesizlige bulay taratışıp bere saldı. Sebebi erten onun sıylığı, onun cazası var ekeni biledi. Kananız ol biledi. O kişi ali tiri bırak. Saudiyada ömür süredi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünyadan ötkenden keyin Abu Bakr Sıddık radıyallahu anhu halife boldu bilesizler. Bu halife 2 yıl musulmandardı baskardı, öte fitna zamandары boldu. Bir adamlar men soğustu. Kim men soğustu? Olar tarixta mürtat deb ataladı. Olar tarixta mürtat deb ataladı, dinden qaytqandar deb. Olar sonda dinden qaytqanda Xuday жоқ dedi ma, Xudayga şerik keltirdi ma, nemese namaz okumaymiz dedi ma, жоқ qajılıqqa barmaymiz dedi ma, жоқ. Olar namaz okudu, Allah'a şerik keltirgen жоқ, oraza ustadı, qajılık kıldı. Olar jalgız gana zeketli bermeymiz dedi. Zeket bermeymiz dedi.
Өзіміздің тауып отқан байлығымыздан не үшін беруіміз керек деді. Сонда Абу Бакр Сиддиқ разиаллаху анху шықты да, бұлар діннен қайтқандар, бұларға мен соғыс ашамын деді. Омар ибн Хаттаб разиаллаху анху, я Абу Бакр деді. Қойсайшы деді. Бұлар намаз оқиды ғой. Деп еді, бұлар бірақ зекет бермейді деді. Зекет бермеудің үкімі өте ауыр екен ағайындар. Абу Бакр Сиддиқ дүниеден өтті. Ол кісі жаназасы оқылып болғаннан кейін халифа Омар ибн Хаттаб болды. Омар ибн Хаттаб бір күні мемлекеттің осы қағаздарын тексеріп отырса, қараса бір құты тұр, құтының ішінде ақша тұр, және де бір не тұр? Хат тұр. Хатты жайлап ашып кімде не екен деп оқса, Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бұл ақыр заман пайғамбар Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва салламның бірінші халифасы Абу Бакр Сиддиқтан. Мұна құтыдағы ақша, бұл менің 2 жылдық айлығым. Бірақ мен бұл айлықты қалай аламын? Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам 23 жыл рисалатын өзінің пайғамбарлығын таратқанда біреуден бір тиын алмаған еді, бәлкім берген еді. Менің де бұл 2 жылдық айлығым жетім-жесірге беріп жіберіңдер деді. Омар ибн Хаттаб орнынан қарғып тұрды. Ей Абу Бакр, ей Абу Бакр, ей Абу Бакр, сенен өмірде тірілігіңде озуды ойлап едім, оздырмаған едің. Ей, өлігің де озып кетті ғой бізден деген екен. Себебі ешбір жерде жесір жыламасын, жетім жыламасын. Жетім жыласа, жесір жыласа, қарны аш болса, ертең оларға сізбенен біз жауап береміз. Байлар жауап береді. Зекетін бермегендігінен, садақасын бермегендігінен. Бірақ біліп қояқ, сол жетімнің да, жесірдің да ризқын Аллах береді. Алла өзі сондай шебер беріп қояды. Бірақ сізбенен біз бұл сыналамыз. Хош, сол байлығымызды кімге бердік, қай жерге бергендігіміз жайында сұралынамыз. Дауд алейхиссаламның дәуірінде бір жесір әйел болды, 5 баласы бар, ештеңесі жоқ. Бірақ жүн алады, жүн иіреді, жіп қылады, бір аптада сол жіпті апарып базарға бар сатып, бала шағасына киім, ауқат, анау, мынау алып келеді. Күндерден бір күні сол базарлығына кетіп бара жатса, сонда бір үлкен бір құс келеді де, бұл әйелге шабуыл жасап, әйелдің қолындағы жіптерін бәрін алып кетіп қалады. Содан әйел бейшара жесір әйел жылап үйіне келсе балдары жүгіріп, не әкелдің деп жүгіріп шығады. Балдарына да айқайлап, ұрысып, ішке кіріп, өкіріп жылайды. Құдайға қарсы көптен көп сөздер айтады. Азанда тұрады да Дауд алейхиссаламға келеді. Дауд алейхиссаламға келіп, есікті теуіп ашып, ей Дауд, сенің Құдайың әділ ме, залым ба дейді. Дауд алейхиссалам қайран болады, ей, өйтіп айтпа, олай айтпа. Құдай ол аса қамқор ерекше мейірімді. Бұндай сөзіңді айтпа десе, сенің Құдайың залым дейді. Сенің Құдайың залым дейді. Себебі мен бір жесір әйелмін. 5 балам, жетім балам бар. Аптада бір рет базарға жіп апарып сатамын. Сол жібімді кеше бір құс келді де менен тартып алып кетіп қалды. Балдарыма еш нәрсе апара алмай қалдым. Ауқат апара алмай қалдым. 5 жетімім жылап отыр. Құдайың егерде әділ болатын болса, сол құсты неге байларға жібермейді? Маған осыған бір жесір жетім баласы барға жібереді дейді. Сонда есік қағылады. Сөйтеді, қараса бір, сізде дейді бір 10 адам іздеп келді дейді Дауд алейхиссалам. Кірсін дейді. Кіреді, жаңағылар, ассаламу алейхим ва алейхим ассалам. Келіңдер, не болды деді. Хазірет дейді, кеше біз кемеде едік, теңіздің үстінде едік. Сонда қатты шамал болды, жел болды, толқын болды. Біз өліп кетеміз бе деп тұрған едік. Аспаннан бір өте үлкен құс көрінді. Сол бізге бір жіп тастады. Сол жіпті жыртық жамауымызға жамап, сонымен аман қалдық. Алхамдулилlah. Біз әрқайсымыз бір 100 динардан садақамызды шығарып атырмыз. Соны өзіңіз қалаған адамдарыңызға бере беріңіз деп жаңағылар
100 so'mdan tengadan tashlab ketadi. Sonda Davud alayhisalom ana Jesar ayolga qarab turadi da, ey nadon ayol deydi. Ol Allah osmonda da, yerda da, suvda da o'zining savdosini istay beradi. Oğan aralashuvchi bo'lmag'in. Ol Allah asaqamg'or, ol yerekşe meyrimdir. Ol osmonda da, ol yerda da, ol tengizda da o'zining savdosini istay beradi. Жалғызғана siz bilen biz zekatimizni beruvimiz bilen, sadaqamizni beruvimiz bilen ulkan javobgarchilikdan qutulamiz. Ara o'zimizning tavib atgan malimiz, dunyomiz o'zimizga da, yana da o'zimizdan keyingi urpog'imizga da adal bo'lib qoladi. Alloh subhanahu va taolo barchamizga hidoyat bersin. Dunyoning yaxshiligini bersin. Dünya 3 adamning duosi bilan turadi dedi. So'ning birinchi taqvoli g'olim. Taqvoli g'olim. Ikkinchisi butun rizqdan kesilib qolingan mo'g'edek. Butun rizqdan kesilib qolgan mo'g'edek. Uchinchisi yetimi bor Jesar ayolning duası men mana dünya turat dedi. Allah subhanahu wa ta'ala onlarga da insaf, tavfiq versin, hidayet versin. Onlardan da Allah malına bereket versin. Allah subhanahu wa ta'ala mana çiğnimizde dünya ahiretimiz için hayırlığısın ağayınlar. Dünya ahiretimiz için, yelimiz için, jurtumuz için hayırlığısın. Her bir berilini vatkan sadaka, her bir berilini vatkan bul zekat inşallah yerden Rabbimizin aldığında cüzlerimizde çarık kılatan zekat sadakalardan basan. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuh. El Marwa Allah Teala'nın qonaqlarına jüyeli әрі сапалы қызмет көрсету biz үшін үлкен абырой.